Жаһандану дәуірінде ақпарат қолжетімді болғанымен, оның шынайылығы мен қауіпсіздігіне ешқандай кепіл жоқ. Осы олқылықты өз мүддесіне пайдаланатын күштердің бірі деструктивті діни ағымдар. Олар сырттай дін атын жамылғанымен, шын мәнінде адамның санасына, отбасына, қоғамға және елдің тұтастығына қауіп төндіреді. Белгілері қандай? Дәстүрден бас тарту. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан салт дәстүрін ширк, бидағат деп жоққа шығарады. Бір жақты түсінік. Құран мен хадисті тек өздеріне тар түсінікте ғана тәпсірлейді. Жасырын насихат. Әлеуметтік желіде жалған парақшалар арқылы уағыз жүргізеді. Әсіресе жастарды нысанаға алады. Қоғамнан оқшаулау, ата-анаға бағынбауға, мемлекеттік мекемелерден аулақ жүруге үгіттейді. Күмәнді шетелдік оқу орындары, ресми емес оқу орындарына шақырып, жастардың санасын улайды. Зардабы қандай? Жеке тұлға күйрейді, оқу, жұмыс, отбасымен байланыс үзіледі. Адам радикалданып, кейде заң бұзып, түрмеге түседі. Отбасы ажырайды. Теріс жолға бет бұрған адам жұбайын ата-анасын адасқандар деп таниды. Тіпті ажырасу көбейеді. Қоғамда алауыздық пайда болады. Ел ішіне іріткі салады. Экстремизм мен терроризмге жол ашады. Радикалданған адам уақыт өте қарулы қақтығыстарға араласуы мүмкін. Еліміз бойынша 2024 жылы деструктивті діни ағымдарға қатысы бар деген күдікпен 200-ге жуық азамат ұсталған. Күдіктілердің кейбірі ауыр және аса ауыр қылмыстарға, соның ішінде терроризмге, қару, есірткі және адам ұрлау қылмыстарына қатысы бар екендігі анықталған. Деструктивті діни ағым елге төнген қатер.